Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып қолдап жіберейік. Қытай халқы 60 жылда алғаш рет 850 мыңға азайды. 2022 жылдың соңында Қытай халқы саны 1 миллиард 411 миллион адам болған. Ал туу көрсеткіші 1000 адамға шаққанда 6,77-ге тең. Бұл соңғы 60 жылдағы ең төменгі көрсеткіш. Ал өлім-жітім деңгейі 1000 адамға шаққанда 7,17 адам болған. Бұл сарапшыларының сөзінше, 2050 жылға қарай Қытай халқы 109 миллион адамға азаяды. Демографиялық құлдырауға 1980 жылдан бастап 2015 жылға дейін жүргізілген бір бала саясатына байланысты әр білім алушының құны қымбаттап, қытайлықтар балалы болғысы келмей қалған. Ақпаратқа сәйкес 2023 жылы Үндістан Қытайдан басып озып, халқы ең көп мемлекетке айналған.